Сәлем достар, жұма қабыл болсын, осы қасиетті күн тілектеріміз қабыл болсын. Бүгін керемет күн, қазір құжаттарды алып кетуге келдім. Ал қандай құжаттар екен, сәлден көрсетемін. Ал енді достар, өзімнің жақсы жаңалығымен бөлісейін. Бүгін біз бала-шағамызбен алақай Америкаға визаны алдық. Өздеріңіз білесіздер, Америкаға виза алу оңай емес. Сол жерде кейбіреулерге отказ беріп жатады. Осы тұрғыда маған көмектескен сенімді агенттегі қыздарға рахметімді айта кеткім келеді. Менің сұрақтарыма жауап берген, жалпы посольстводағы ережелермен таныстырған қыздар, сендерге көп рахмет айтамын. Енді біз бұйырса каникул кезінде бала-шағамызбен Америкаға барып, жалпы ел көріп, жер көріп, сол жақтың тыныс тіршілігімен танысып қайтамыз. Жалпы өзім көптен бері Америкаға баруды ойлап жүргем, әсіресе балалар өссін деп жүрдім. Міне Аллаға шүкір, балаларым да өсіп қалды. Кенжемнің өзінің жасы қазір 7-де, ханым қазір 1-ші сыныпта. Енді спокойно, емін еркін балалармен Америкаға да, басқа елге де шығуға мүмкіндігім бар. Сондықтан мен қуанып отырмын визаны бізге бергеніне. Себебі көп адамдар алмай қалды, менімен бірге тапсырғандар. Қазір сіздердің көздеріңізше, қазір осы біреуін ашып көреміз. Давайте ханның визасын ашайық, иә? Бісміллә деп. Өзім бірінші рет ашқалы отырмын. Сіздердің көздеріңізше. Өздеріңізбен жақсы жаңалығыммен бірінші бөлісем ғой, сондықтан қазір бірге ашамыз, иә? Бісміллә. Бүгінгі қуанышымда міне Ханюшаның визасы, Аллаға шүкір. Рахмет достар, мен бүгін қатты қуаныштымын. Сіздерге де бұйырсын. Егер де виза алмай жүрсеңіздер, бүгін дұғада болыңыздар. Өздеріңіз білесіздер, бүгін қасиетті айдың алғашқы күні. Бүгін дұғада болыңыздар, тілеңіздер. Сіздерге де шетелге барып көруді бұйырсын.